Kunduzay, Mezmayram, Taşkent'ten jezdelere geldi. Sol, Singlisi geldi. ya, Umida geldi. Jezesine singlisi geldi. Singlisi geldi Umida. Sol, endi jezemizge söz berip, осы bir estelip kalsın dep, ertaң Umida jezdenning videosu qayda söylegen dep aytkan кезде, mine dep aytadın da. Ya, al endi. Jezde, bir ağız söz. Zajimabek осы тойларын құтты болсын. Тойлар өте жақсы өтті, керемет. Бізге ұнады. Rızasınlar mı aytıyorum? Ризамын. Ay, şu sol gerek қой бізге сіздер риза болғандарыңыз. Қанша рет Ташкент. Өмірінде көрмеген тойды осы жерде көрдік. Tamam. Жақсы болды. Қазақтардың тойын көрдік дейсіз ғой. Керемет мынандай. Ризамыз. Ташкентке болғанбыз Құнжай екенбіз. О кісілер бізді Ташкенттің төрінде қарсы алып, барлық Ташкентті аудиода көрсеткен. Сол себептен осы тойға келеміз деп айтқан, келді айтқан, сіздің отырды. Құнжай риза, дұрыс па Құнжай, ризасың ба деп айтады. Ризамын, конечно, ризамын. Болды. Ерекше ризамын мен. Риза болсаң болды. Ал енді, Умида. Вообще жерде тойларыңыз зор өтті. 2 жас бақытты болсын, сіздердің деніңіз сау болсын. Осы балдардың қызығын көріп жүре беріңіздер. Сіз бізіміз жоғалмасын. Жақсы көремін сіздерді. Ерекше жақсы көремін сізді. Болды, жыламайды. Мен Умиданы жерде, Умиданы бар ғой, сөйлескенде күлдірем қазір. Bir söz var mı? Karın zor деген. Hadi күлдірушін айтып отырмын да, чтобы көңілі босамасын деп, біз де сені жақсы көреміз. Сосын мен айтамын ғой, Умида білесің ғой? Иә. Оның қандай сөз, Карын қандай сөз білесің ғой? Иә, зор деп қояды. Bizde zor деп айтады, зор деп. Умида зор деп айтады, әдемілетті. Мен бірінші келгенімде сөйлесіп, не деп бассын? Мен жаңағы зур деп айтып қаламын да, әдейі. Зур деп айтамын дейді. Бізде солай айтады Ташкентте де. Үйреніп қалған да енді. Сосын кеше Шерлянинде бардық, Шерлянинде. Сонда қазір сөйлесіп отырмыз ғой. Абдалтағанның еді. Абдалтаны, ой, кешірім сұраймын. Абдалтаның үйіне барған кезде кішкентай баласы 3 жасар қызы сонда уже қаншама жыл өтіп кеткен ғой уже. 15 жыл болып қалған шығар. Кішкентай қыз да өзбекше гәпіреді жаңағы, ұрады өзбекше, тақпақ айтады бізге, мына столдың үстіне шығып алады да, соны тақпақ айтып бүйтіп жатыр. Енді сол кішкентай қыздар өскен шығар, уже институт бітіргендер ме не деді? Қызмет істейді деп қояды. Патриот, Өзбекстанның патриотский тақпақтарына сонда болған ғой. Уақыт деген өтіп бара жатыр. Зырлаған. Абдал исламдағы үйіне бардық қой. Сөйтсе кішкентай келіндер бар, өзбек па келіні бар ғой. Бүйтіп жатыр, келіндер бүйтіп жүрсең. Қалай бүйтіп? Кім айтады? Это положено. Мен сені айтып отырмын не? Сен айтып Ал енді Құнжайға кезек келді. Ризашылығын білдіреді Құнжай қазір. Тойларыңыз зор болды. Құнжайдың бір жақсы осылай. Күлгенде ат души жылап күледі. Подружкалар ғой. Осы Құнжайдың күлген жақсы өтті. Жылап күледі ғой ат души. Күлдіреді әдейі. Ашық адам сондай болады. Жақсы өтті. Жезде, Умида. Сіздердің орындарыңыз мен үшін бөлек қой. Неге бөлек соны айтып берші? Бөлек, Ажем. олар менің апамның бауырлары. Ажем деп айтты. Апам деген түсінбейді бізде. Қасымда жүрсіңіздер, апаммен бірмен бірге жүргендей болды. Иә. Сол міне жақсы, рахмет, что келдіңіздер. Енді той емес. Байлай қыдырып келіп тұрыңыздар. Келе салып енді кетем деп бүгінге билет алып қойсыздар маған айтпай. Әрқашан біздің үйдің дастарханы сіздер үшін ашық. Мен айтып отырмын ғой жаңа Умида, мен орындарыңыз ерекше деп. Менде сіздердің де мен үшін орындарыңыз бөлек. Мен жас кезімде, кішкентай кезімде сол жақта өткізгем. Ташкентте постоянно жүргем. Әділде де сол Ташкентте туғанмын мен. Иә. Міне Әділдің де енді сол тойына бұйыртып келіп отырсыздар. Әпшемнің орны вообще бөлек тұғын мен үшін. Енді Алланың жазуы шығар сондай болып тұрған енді. Бәрі жақсы болсын, тек қана үйде жақсылықтар болсын, сіздерде де, біздерде де. Араласып, сіз бізіміз таусылмай осылай араласып жүре берейік. Амин. Хабарласып, телефонмен болса да, былай болса да. Мен сентябрьда Алла жазса барам неге Сарыағашқа. Может өтем сол кезде сіздерге. Міне осы рахмет. Мен вообще ерекше қуанып жүрмін. Айтып отырмын, шындығын айтқанда апам
қасымда жүргендей болды. иә солай Сіздерге. ылғи айтады Көрмеген Әлімжанды көріп қалып неше жылдан бері қарасайсыз да. ой әлімжанның келіншегі Әлімжан Роза әпшемді көргендей болдым. Бәрі ұқсайды. Bir нелері Роза әпшеме келіп кетеді. Күтпегенде тура Роза әпшем сияқты болды. мені қабаттың қарындасын шолпанды көрген риза болдым деп айтады Адылжан андайдың арқасында сіздердің арқасында бәрін көріп қалдық ой бір от души кеше бір сағат күлдік қой а қандай талант ана келіншегі алла сақтасын керемет күлдірді ғой риза болдым Takaladip. иә бұл бала ер бала ма қыз бала ма еркек деп айтты Молодец. өлтіреді ғой жаңағы мен айтамын қайда сіз военчаста бәрі шен қатырып жүретін шығарсам иә мен бармаса олар қарындары ашады деп қояды мен айтып қояды тойға барсам мен ақыры кетемін дейді да кеткім келмейді отырып аламын уже әбден жыны келгенде күйеуім арқасынан құйрығымнан теуіп жіберді кеттік деп Ананы жазбай ақ қойса ой. айтсам айта беремін да соны қолыммен қағып жүремін да тоқтай тұр деп айтамын Молодец. күлдіріп айтқаны қарашы қалай келтіреді тамаша молодец Без комплексов. Молодец. Біреулер комплексовать етіп отыр. мен сосын айттым мен Красып кете берді. Иә, күшті екен. мен сосын әдейі телефонымды жазып алдым да құнжай айттым мына телефон жазып ал ертең балғабаға екеуін қосамыз екеуі жарасады деймін да Ал енді өзің айт, Жеке. иә сіздерде қонақта болдық құнжай негізі білесіздер папасының енді әкесінің атамыздың жаңағы анасы соның қолында тәрбие алған сол себептен кішкентай кезінен жаңағы әжесі деп айтады бізде ондайды әжесі бізде әжесі деп айтасыз сізде қалай деп айтады үлкен әжесі деп айтады сол әжесі тәрбиелегеннен кейін әжесінің жаңағы туысқандарына Ташкентке барғанда есінде қалып қойғанда кішкентай кезінен бірге алып барады андай халва дейді шаш халва дейді ма бір сондай жеген алдынан дәм кетпейді дейді соны қыдыртқаны бәрі сосын барған сайын сол жаққа барғысы келіп тұрады да бір рет сіздерге апар дейді ризамыз арладық Ташкентті көрсеттіңіздер соның негізі Ташкентте болмаған адамға өте былай есте қалатындай бір жағдай болады екен да керемет отырыс болды жаңағы мен ана риза боламын жаңағы әбділданың кішкентай немересі ма қызы ма немересі 3 жасар немерелері тақпайтын өзбекше патриотический өзінің мемлекет сияқты Өзбекстан қазақ болса да өзбекше жаңағы өлтіріп айтады ғой тақпақтарды азаматшалар болды дейді да сол сіздіктің айырмасы кеше есіне түсіріп жатырмын да сіз айтқаныңыз қайда әбділда Қазақстан көшіп келді деп қазақтар деп қояды грустный деген шешеңді маған ұнамай қалды сосын қой құрсын мен Өзбекстанды жақсылау деп қалдым дейді енді үйреніп қойған жаңағы майда тіл мәдениет олардың асылы да соған үйренгеннен шыққысы келмей қалады да кейбір кісілер соның арқасында біз енді Өзбекстанды бауырымыз қылып Өзбекстанға сендердің арқаларында барып жүрміз соған ризамыз құрметтеріңе ризамыз сіз енді тойға келдіңіздер енді естіп отырмын екеуіңіздің ауылдарынан ризамыз той жақсы өтті деп Әлжанға ризамыз келіншек өзіне сай деп отырсыздар баталарыңызды бердіңіздер сол баталар қабыл болып жаңағы інің сенің сондай сіз біздіктен айырмай ол негізі жолдастары бәрі сөйлеседі ғой қазір қазақша үйренген Алматыда тұрады қызметі сонда руларың кім деп сұраса ана біреулер ыстым десе менің әжем ысты деп айтады екен біледі көрдіңіз бе кеше сұрады ғой ортағы сұрады осы ма әжең ысты әжең осы ма деп сұрап жатыр жоқ онысы емес анасы дейді сонда аналар мойнына мініп алады жаңағы кішігірім бастық қой директор қазір сол о болды менің бауырымды деп мойнына мініп алады мінсең міне бер деп айтамын дейді өйткені құрмет та ол әжесінің руы ысты да бұл кішкентай кезінен вообще қызық болатын ол сенің руың кім десе қазір енді аталарымыз бәрі үйреткен арғынсың төйтемешің айтқанды үйретіп жатыр да енді менің руымды айтып бірақ кішкентай кезінде 3-4 жасында сенің руың кім десе мама сенің руың қандай деп айтса менің руым осындай десе киікшімін деп айтады киікшімін деп айтады потому что мамасын жақсы көреді да мамасын мен де таңғаламын қалай апамның руының есінде қалған соны апаның руын жаңағы ысты дегенде менің апамның әжем де ысты болған деп жаңа айтады екен да аналарға сол есінде қалғанын айтады кеше айтып отыр кіші
ажик үлкен аже деп айтар едім деп бағана сөз сөйлеп жатыр. Вот әңгімен ашық ол. Шында біз мен тергеуші болдым, қыздар адвокат болды, уақыт жоқ. Сонда баланы апарып та әкелуге уақыт болмай қалды ғой. Сонда қызметті мен шыға алмаймын, қызметтен қыздар шыға алмайды. Сөйтіп 6 ай жүрді сол жақта, 6 ай. Сонда әженің баласы болып кеткен ғой, бауырсақ былай семіріп алған әже бей тәттіленбеген дөп дөңгелек жаңағы шап қалып әже айтатын көрінеді. Бар ана үлкен әже деп айтатыны бойы биік та, бірақ келіншегі де атасының. Иә. Сол кісіден бар мынаны әкелсе қолымен түртіп жұмсақтарын теріп тесіп береді мынаның бәрін деп қояды. Жақсысын әкел деп айтады. Жақсысын іздеп әкеледі дегенде әжесін айтқан істеп. Кесегі болмасын деп сөйтсе бүйтіп қарайды дейді. Жешем айтады. Бүйтіп асысын қарайды дейді. Содан кейін Қынзай үйіне барғаннан кейін Қынзайды көргенде етегінен шап беріп, енді сендердің қалмаймын деп келді ғой айтып. Маған тапсырып та жөнеп кетті ғой өзі. Аманатын тапсырсам, мен бардым құлап қалды осы жерде. Жас келген Алланың жазды енді, оған нетпей аруақтар риза болсын. Қазір бір аунап жатқан шығар, апамыз да, шешеңіз де, бәрі бір аунап жатқан шығар, себебі бой жаздат деген бар екен ғой, осында келіп Қынзай сағынып келіп қыдырып кетті, көріп кетті, сондай болады да. Қалай деймін де, таңға міне осы жездем отырған жерде отырдық, әңгімелесіп, бәрі күшті болды, күшті жүрді. Бір несін білдірген жоқ. Единственное маған айтқаны, ана жақтан да келді дағын, Қынзай мен осы жерде осындай болып қалатын ба, дірілдеп қалам, бірдеме жеп жерім керек деді. Сосын вообще сахарыңыз жоқ па деймін, сахарым бәрі нормально деді. Сосын өзім ішімнен түйдім, менде де сондай болады, әпшем жүрегім етіп қалған екен ғой деп сөйттім. Нормально кетті, Шымкентке жеттім деп маған жазып жіберді, кімнің үйіне жатамын қазір. Таңертең Ташкентке кетемін. Енді сон жоқ. Саған жазам, сен жазбайсың. Жетіп алдыңыз ба вообще деп нетейін десем, кейіннен жұмысқа 2 күннен кейін, сосын 2 май күні ғой, 2 май күні неге барып келетсам, жұмыстан келетсам, жаяу келетін жер жұмыс жақын, жаяу келетсам, десем келіп, Қынзай қалайсың, далада келе жатсың ба, саған пари барыпты ғой дейді маған. Иә дедім, сөйтіп жолда келе жатсың ба деді маған, жолда келе жатырмын, отыр дейді да маған. Ол да сасып қалған ғой, сасқалақтап, сол мен басым істемейді, мен де немеге сөйтіп саған еттім деп сөйтеді да. Сөйтіп не болды деп сөйтіп бір ағашты ұстап барып тұрамын, не тиштік па дедім, осындай хабар келіп жатыр ғой деп сөйтсе, сені Аягөз Айжан әпшеге жазды. Айжан Аягөзге звондаған, ана айт деп, короче. Сонымен олар айта алмай, Аягөз шешесіне әпшеме звондаған ғой. Әпшем сасқалақтап маған айта қалған. Үйге қалай жеткенімді білмеймін. Мен секен айтасыз ба, мен прямой айтамайатым, мен мазасы болмай қалмасын дедім да. Айжан әпшеге айттым да, деген түсіндіресіз ба, білмеймін, осындай әпше қайта маған жазып жатыр, бірақ айтамай жатырмын дедім. Иә, көңілдерің босамасын деп жаңа мен күлдіргенім сол. Айжан әпшеге жазып көңіл босамаса. Түсіндіріздер деп. Ой, мамам, сол келдім, жетіп келдіңіз ба, күтіп аламын, мама, барамыз. Сол яқтан, енді Солдатский 2 сағаттық жол ғой, сол яқтан келдіңіз бе, Сунат күтіп алады, қой деді. Енді оның паспорты жоқ, бәқі өтуге. Тәтең ауыр болады, жоқ аяғы ауырайды, өзім өтемін деді. Уяқтан Сунат күтіп алса болды, аяғы жеріміз бітті, сол таможня өту ғой. Сол таможнядан мынандай қылған ба, білмеймін ғой, өзі жүрегі андай қылып қалды, шаршап қалған ау. Өйтті, бүйтті, Аллам десе нетпейсің ғой, оған ішіме деді, нете алмайсың ғой. Бірақ әпшеме кім осы жерде 2 күн маған Асия туралы айтты, сосын әпше шығара алмаған ішінде бар екен. Сосын мен айттым, әпше, сіз өзіңізді кінәлап қойған екенсіз ғой, қызым үйге келіп осы менің үйімде кетіп қалған. Иә деп соны айтты. Оған сіздің кінәңіз жоқ қой әпше деп сөйтіп неттім. Сол кезде әпшеме жүрегім беріп қойған екен ғой деп мен сол өзімнен ішімнен түйдім. Бірақ әжептәуір кеп кеткен адам. Енді Алланың берген өмірі сол ақ шығар енді. Ең бастысы сіздер аман есен болыңыздар. Өлі әпшем мен де алпысқа келіп қалыппын ғой деймін сол кезде. Өлі әпшем мен де алпысқа келіп қалыппын ғой деп өші деп күліп ойнап неткен ғой, сол көргісі келіп келген екен ғой әпшем дейді. Ана бір тойға келді ғой ана. Сөйтіп тойға кетті, қойшы мен бармай ақ қояйыншы дейді ана кімге. Әпше ана кісіні ұят қойып тойға барып деп алып келді сізді. Барып келіңіз, біздің жақтың тойын көріп келесің. Барып та 1-2 сағаттан кейін қайтып кетті. Отырған жоқ ол жерде. Иә, ойнамады, жүрмеді деді. Маған айтты, барғысы келіп жатыр. Мен тойға бола барып жатқан жоқ, Қынзайды көргім келіп жатыр дейді да. Тәтем айтады, тоқта, екеуміз сентябрьда барамыз, екеуміз барамыз, қойсай. Жоқ, барам деді. Осылармен кетатқан бара салайын, осылармен бара салайын, көріп келейін деді да. Сөйтіп қой келгені.
Keyin жақсы жүрді ғой, суреттер тастадыңыздар. Ешке барды, біраз жерді аралады қыздар. Майлы адам андай айдаған екен де, жолда болғанда не қылар едік? Соны айтасың, я жолда, Бағана үйге жеткен, шай ішкен, Балдарымның отырып шай ішті. видео звонок қылдым, сүннат қылды. Мамам отырыпты деді, бүйтіп сөйледім. Мен жетіп келдім деді. Әлі андай қылған жоқ, шай ішіп отырмыз деді. Әпшем қандай екенсің? Қызықтарын әлі зорларын айтам. Ана мына деп сөйлесіп отырып, майлы Умида біреу келіп жатыр деді. Кейін звондасамыз деді. Қой, сонда абысыны кіріп келіп жатқан болған ғой. Шаршап жылдан шаршап келген еще үстіне не болды да, сондай болып қалды. нетіп қалды, иә. Енді өзімді Жатқан жер жайлы болсын, жатқанда демалғанда бәлкім жақсы болып кетер ме еді. Анау дейміз. Иә, былай деп айтамыз ол, бірақ Алланың ондай. бақанамана кетеді. Бірақ мамам ақыры жылдары ауырды. Қыста Иә, айта, иә. Міне ағам ауырды дейді, әйтеуір. Мінеке, әдейі осы бейнетаспаны жазып отырмын, естелік болсын, еске алды, аруақтар бір аунақ қалады дегенде бар ғой, сол. Олар да қуансын, осылай бауырларымыз жиналып отқанына деп, осы себептен осыны жазып отырмын.